Мұны байқағандар мүлде аз, бірақ әлемдік күш-қуаттың орталығы әлдеқашан ауысып кетті. Біз әлемді ақш пен Қытай билейді деп ойлауды әдетке айналдырғанбыз, бірақ сандар мүлде басқа сурет көрсетуде. Америка жалпы ішкі өнімі 32 триллион долларға бағаланған әлемдегі номер 1 экономика. Бұл Қытай, Үндістан, тіпті Ресейді қосып есептегеннен де көп. Бірақ оның өсімі жылына небәрі 2-4% ғана. Бұл ретте мемлекеттік қарыз 39 триллион долларға жетіп үлгерді, және ол әлі де өсуде. Биыл осы қарыздар бойынша төлем 1 триллион доллардан асты. Демек, барған сайын ақшаны көбірек дамуға емес, қарыздың пайыздарын өтеуге жұмсауда. Қытай әлемдегі екінші экономика. Оның жалпы ішкі өнім көрсеткіші 21 триллион доллар. Бірақ бұл елде де мәселелер бар. Ұзақ жылдардан бері жылжымайтын мүлік дағдарысы жалғасуда. Халық аз ақша жұмсай бастады, және ел қартайып бара жатыр. Осы ретте өсім шамамен 4,5%. Яғни Қытай ақштан жылдамырақ дамып жатыр, бірақ бұрынғыдай сенімді емес. Міне дәл осы тұста сахнаға Үндістан шығады. Оның экономикасы жылына 6-7%-ға өсіп жатыр. Яғни бұл Қытайдан 1,5 есе, ал ақштан 3 есе жылдам. Әзірге оның жалпы ішкі өнім көрсеткіші әжептәуір аз 4 триллион доллар. Бірақ өсу қарқыны бойынша ол алып ойыншыларды басып озып үлгерді. Осыған қоса Үндістанда жас халық, алып нарық және арзан жұмыс күші бар. Сондықтан дәл бүгінгі таңда болашақ көшбасшылықтың басты үміткері Үндістан болып көрінеді.